Кез келген атом электростанциясының жұмысы басқарылатын ядролық бөліну процесіне негізделген. Бұл АЭС-тің, яғни ядролық реактордың жүрегінде жүреді. Мұнда басқарылатын тізбекті реакция көп мөлшерде жылу энергиясын бөледі. Реакция қарқындылығы стерженьмен реттеледі. Олар артық нейтрондарды сіңіреді. Су ядродан өткен кезде отын жинақтарын салқындатады. Судың өзін 320 градус Цельсийге дейін қыздырады. Содан кейін генератор буының жылу алмасу түтіктерінің желісі арқылы ол жылуды екінші реттік тізбектің суына тигізбей береді. Бұл радиоактивті заттардың реактор залынан тыс шығу мүмкіндігін жояды. Екінші реттік тізбектің су буға айналып, айналмалы энергияны электрлік токқа айналдыратын турбиналарды айналдырады. Атом электростанциясын жобалау кезінде қауіпсіздік жүйелерін ерекше назар аударылатынын атап өткен жөн. Оларға кететін шығындар атом электростанциясының жалпы құнының 40%-на дейін құрайды. Мысалы, реактор залының дизайны кең фюзеляжды ұшақтың құлауы, 9 балдық жер сілкінісі, тіпті цунами сияқты сыртқы әсерлерге есептеледі. Ішкі әсерлер жағдайында, соның ішінде бастапқы салқындату тізбегінің құбырының жарылуы жағдайында. Бұл 5 атмосфераға дейінгі артық қысым пайда болған кезде тығыздағышты сақтауға және реактор залының сыртына радиоактивті материалдардың шығуына жол бермеуге мүмкіндік береді. Қауіпсіздік жүйелерінің экстремалды жағдайларда жұмыс істеуін қарастырайық. Кез келген төтенше жағдай туындаған жағдайда ең алдымен нейтронды сіңіретін өзектерді өзек үстінде ұстап тұратын электромагниттік ұстағыштарды өшіру керек. Өзектер өз салмағымен белсенді аймаққа түседі және тізбекті реакция тоқтайды. Реактордың бастапқы салқындату тізбегі жарылған жағдайда төтенше салқындату жүйесі іске қосылады. Резервтік бактардан бор қышқылы ерітіндісі бар су реактордың өзегіне беріледі. Су отын элементтерін салқындатады және бор ақыры тізбекті реакцияны тоқтатады. Сонымен қатар апаттық салқындату сорғылар іске қосылады, реактордан жылудың кетуін қамтамасыз етеді. Егер қандай да бір керемет себептермен өзек температурасы көтеріле берсе, онда 2500 градусқа жеткенде реактордың барлық ішкі құрылымдары ери бастайды. Ал өзек ұстағышы соңғы қорғаныс сызығы іске қосылады. Балқытылған өзек кезекті материалымен толтырылған және салқындатылған бетон кесеге құйылады. Ол температураны төмендетеді және өзекті кристалдандырады. Ресейлік дизайнерлер әзірлеген ядролық ұстағыш бірегей әзірлеме болып табылады. Басқа қауіпсіздік жүйелерімен үйлесімде ресейлік станцияларды ең қауіпсіз деп санауға мүмкіндік береді. Іс жүзінде шексіз ядролық ресурстарды пайдалану адамзаттың үнемі өсіп келе жатқан энергия қажеттіліктерін толығымен қанағаттандырады деп айтуға болады. Ядролық энергия болашақтың энергиясы.